Ал енді сандарды стандарт түрде жазып, және 10 санның дәрежелеріне арналған тапсырмаларға есептер шығарып үйренейік. Ең бірінші, мынау 100 мың деген санымыз, бұл кәдімгі өзіміздің қарапайым жазылған санымыз. Енді бұл 100 мыңды стандарт түрде қалай жазамыз? Ол үшін біз мына нөлдерді санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5 нөл бар 100 мыңда. Демек, бұл бізде 10-ның 5-ші дәрежесі деген сөз. Сонда 10-ның 5 дәрежесі бұл 100 мың санының стандарт түрде жазылуы екен. Енді ары қарай, 10-ның 4 дәрежесі бұл да стандарт түрде жазылған сан, оны қалай өзіміздің қарапайым санымызға айналдырамыз? Демек, 4 дәреже деген сөз, демек 4 нөл бар деген сөз. Міне, 1, 1, 2, 3, 4 нөл. Демек, 10-ның 4 дәрежесі ол бізде 10 мың деген санымыз екен. Келесі 200 деген санды қалай стандарт түрде жазамыз? 2-ні жазып қоямыз, көбейтеміз, қанша нөл бар санаймыз? 1, 2, демек 10-ның 2 дәрежесі. Келесі, мысалы 470 мың. 470 мыңды қалай стандарт түрде жазамыз? Нөлдерін санайық. 1, 2, 3, 4, 4 нөл бар, демек 47 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Мұна санның құрылысын жазып аласыздар. Одан кейінгі нөлдерді 10-ның 4 дәрежесі жазылыңыз бітті. Не болмаса бұл санды былай да жазсақ болады. 1, 2, мысалы 4,7 деп алатын болсақ, үтірді мұнда қоятын болсақ, үтірден кейін қанша цифры бар, сол 10-ның сонша дәрежесі өстеледі. Міне, қазір ойша 4,7 деп алсақ, үтірден кейін неше цифр бар санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5. Демек, бұны біз 4,7 көбейту 10-ның 5 дәрежесі деп жазуымызға болады екен. Ары қарай, кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Демек, 10-ның 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Ары қарай, 10-ның -1 дәрежесі ол бізде 0,1. Енді ары қарай, 10-ның -2 дәрежесі 0,100 деген сөз. Былайша айтқанда, кез келген санның минус дәрежесі дегеніміз, ол санды бөлшектің бөліміне түсіреді екен. Мысалы ретінде, 5-тің -1 дәрежесі дегеніміз, ол бізде кәдімгі 5-тен 1 деген санымыз. Сол сияқты 10-ның -1 дәрежесі дегеніміз, ол 10-нан 1 деген сөз. 10-ның -2 дәрежесі, 10-ның 2 дәрежесі ол 100, алдына минус тұрғандықтан дәреженің алдында 100-ден 1 деген сөз. 100-ден 1 ол 0,01. 10-дық бөлшектерден 0,100 деп айтады екенбіз. Так, мына мысалды өшіре салайық енді. Так, ары қарай, 10-ның -4 дәрежесі. Демек, -4 дәреже деген сөз, 1-дің алдында сонша үтір сонша рет жылжиды мына. 1, 2, 3, 4 рет жылжыды бітті. Енді ары қарай, 314 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Кез келген саннан кейін стандарт түрде жазылған стандарт тұрса, бұл жерде қалай жасаймыз? Мына жерді қарасақ 10-ның +3 дәрежесі. Мына мысалда 10-ның -2 дәрежесі. Енді 10-ның 10 дәрежесі, мына 10-ның 3 дәрежесі, ол 1000 деген сөз. 3 дәреже 1000. Демек 314-ке біз 1000-ды қазір көбейтейік деп тұрмыз былайша айтқанда. Не болмаса 10-ның 3 дәрежесі мына санның үтірін 10-ға қарай 3 орынға жылжытады деп ойласақ болады. 314 ол бүтін сан, бүтін санның үтірі сол санның артында тұрады, ең соңғы санның. Үтір тағы 3 рет жылжу керек, жылжитын ештеңе жоқ, демек орнына 0 қойып кете береміз. Не болмаса просто 314-ті 1000-ға көбейткен боламыз. 314 000. Демек 10-ның 3 дәрежесі артына 3 0 тіркейді. Келесі 314 көбейту 10-ның -2 дәрежесі деген сөз. 10-ның -2 дәрежесі ол 0,100-ден 1. 314-ті 0,100-ге өтсек 3,114. Не болмаса 10-ның теріс дәрежелері, 10-ның -2 дәрежесі мына жерде кез келген бүтін санның артында үтірі тұрады деп ойласақ, үтірді солға қарай 2 орынға жылжиды. -2 дәреже солға қарай үтірді 2 орынға жылжытады. Демек бізде 3,114 болады екен. Міне үтір мына жерде тұрған 2 орынға жылжып мұнда келді. Ары қарай 314 көбейту 10-ның -6 дәрежесі. Демек 10-ның -6 дәрежесі үтірді солға қарай 6 орынға жылжытады. Енді бүйтейік, 314-ті мұнда жазып алайын. Үтір мұнда тұрған. Енді 6 рет жылжытуымыз керек. 1 рет, 2 рет, 3 рет. 3 рет жылжытқанда 3-тің алдынан шықты. Ары қарай қоятын ештеңе жоқ. Демек, орнына 0-дер қойып шыға береміз. Кез келген жерге 0-дерді қанша қойсақ та бола береді. Міне, бірақ үтірден кейін не істейміз? Бірі соны қарайық. 10-ның -6 дәрежесі міне. 1 рет жылжыттық, 2 рет жылжыттық, 3 рет жылжыды, 4 рет жылжыды, 5 рет жылжыды, 6 рет жылжыды. Мұнда кеп тоқтады.
Демек, үтір бізде мұнда. Демек, 10-ның минус 6 дәрежесі үтірді солға қарай 6 орынға жылжытты. Демек, бізде 314 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі 0,000314 деген сөз. Енді арғай ол, сонда миллионнан 314 дегенді білдіреді. Келесі, 51,2 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. 10-ның 4 дәрежесі мұна үтірді 10-ға қарай 4 орынға жылжытады. Демек, 5, 1, 2. Үтір мұнда тұрған 10-ға қарай 1 рет жылжыды. Әлі тағы да 3 рет жылжу керек. Ары қарай сан таусылды, цифрға таусылды. Демек, орнынан нөлдер қойып шыға береміз. 3 рет жылжу керек па? Демек, 3 нөл қойып шығамыз бітті. 512 мың. Енді ары қарай 51,2 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі. 10-ның минус 5 дәрежесі үтірді енді солға қарай. Плюс дәреже 10-ға қарай жылжытты, минус дәреже енді солға қарай жылжытты. Демек, 51,2 болған үтір қазір солға қарай жылжытты. Демек, кез келген санның алдына нөлдер қоя берсек болады. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Так, мұнда тағы бір нөл тіркеп жіберейік. Мұны үтір солға қарай 5 рет жылжитын. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет. Мұны үтір мұнда кеп тоқтады. Мұна төрт апсаймыз енді. Бітті. Демек, 51,2 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі 0,000512 тең деген сөз. Енді ары қарай 10-ның 2 дәрежесі үтірді 10-ға қарай 2 рет жылжытады. Мұна 1 рет жылжиды, 2 рет жылжиды. Демек, мұна сан бізде 0,03. Мұнаның алдында тұрған нөлдер, артық нөлдер аптай саламыз. Тек үтірдің алдында 1 нөл тұрса жеткілікті. Так, келесі 10-ның дәрежелерін бір-біріне көбейту. Демек, кез келген сандардың дәрежелері бар сандарды бір-біріне көбейткен кезде, егер мұна негіздеріне 10 дегеніміз негіздері деген сөз, 5, 4 бұл бізде дәрежелер. Егер сандардың негіздері бірдей болса, ол дәрежесі бар сандар бір-біріне көбейткенде, олардың дәрежелері қосылады. Демек, 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген 4 дәреже, 10-ның 4 дәрежесі, ол 10-ның 5 дәрежесі қосу 4 дәреже деген сөз. Демек, 10-ның ол 9 дәрежесі деген сөз. Енді ары қарай 10-ның 5 дәрежесі көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Ол жерде де 2 дәреже бір-бірімен қосылады. 5-ті қосамыз минус 3-ке. 5 қосу минус 3, ол 2-ге тең. Сонда 10-ның 5 дәрежесін қосамыз, былайша айтқанда минус 3-ке. Жақшан ашқан кезде плюс минус береді. 5 минус 3, 2. Демек, 10-ның 2 дәрежесі деген сөз. Мына жерде де 10-ның минус 5 дәрежесі көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі. Демек, минус 5-ті минус 6-ға қосамыз. Демек, 10-ның минус 11 дәрежесі деген сөз. Ары қарай, 10-ның 6 дәрежесін бөлеміз 10-ның 4 дәрежесіне. Енді негіздері бірдей сандардың дәрежелерін бөлген кезде азайтады екенбіз. Демек, 10-ның 6 дәрежесінен 4 дәрежені алып тастаймыз. 10-ның 6 дәрежесі минус 4 дәреже болады екен. Демек, 10-ның 2 дәрежесі қалады. Сонда 6-дан 4 аламыз, 10-ның 2 дәрежесі қалады. Келесі, 10-ның минус 6 дәрежесі бөлу 10-ның минус 4 дәрежесі. Енді минус 6-дан минус 4 таптасасақ, 10-ның минус 2 дәрежесі қалады. 10-ның минус 6 дәрежесінен аптастаймыз, минус 4 болады. Жақшан ашқан кезде минус минус плюс береді. Минус 6 плюс 4. Үлкеннен кішін алып, үлкен таңбасын қоямыз. Демек, 10-ның минус 2 дәрежесі. Мына жерде 10-ның минус 5 дәрежесін бөлеміз 10-ның 4 дәрежесіне. Минус 5-тен 4 таптастаймыз. Минус 5, минус 4. Демек, 10-ның минус 9 дәрежесі болады деген сөз. 10-ның 7 дәрежесін 10-ның минус 4 дәрежесіне бөлеміз. 10-ның 7 дәрежесінен аптастаймыз минус 4-ті. Жақшан ашқанда минус плюс береді. Демек, 10-ның 7 дәрежесі плюс 4. 7 плюс 4 бізде 11 ма? 10-ның 11 дәрежесі. Келесі тағы мынандай мысалдар. Мына санды қалай стандарт түрде жазуға болады? 4 көбейту 10-ның пәленбай дәрежесі үшін үтірді бүйтеміз. Санаймыз, қанша орынға үтір жылжитын. Үтір қазір 10-ға қарай 4-тің артына кеп түсу керек. 1 рет жылжытамыз, 2 рет жылжытамыз, 3 рет, 4 рет, 5 рет жылжыттық. Сонда 4-тің соңына келді. Демек, 4 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі. Мына сан бізде майда. Сол үшін 10 дәрежесі минус таңбасымен шығу керек. Мына жер дәл солай. Бұны қалай 5,8 деп жазуға болады. Енді санаймыз. 1, үтір, неше рет жылжиды? 1, 2, 3, 4 рет жылжыса, 5,8 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі деп жазсақ болады екен. Ал егер 58 деп жазатын болса, үтірді 8-дің соңына алып келу үшін міне 1, 2, 3, 4, 5 рет жылжытамыз. Демек, 58 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі деп жазсақ болады екен.
Ал сонымен сандарды стандарт түрде жазу сабағымыз аяқталды.